түгелдей тұмшалану қазақта болмаған. Хиджаб деп қара жамылғандай қара киім немесе басқа түрлерін кимеген дұрыс. Хиджаб емес, орамал тағу керек. Мысалы, Түркияда хиджаб демейді, баш өртісі дейді. Және өздеріне тән стильде киеді. Ал араб мемлекеттерінде бұл әртүрлі. Бәрінде бірдей емес яғни. Сондықтан еліктеуді қою керек. Дін бойынша орамал тағу керек. Қазақта күйеуге шыққан кезде таға бастайды. Орамал тағуды бастайтын белгіленген уақыт бар. Күйеуге шықпай тұрып тағам дейтіндер болса, оған шектеу жоқ. Жалпы дінде салт дәстүр ерекше ескерілген. Болашақтың жолын бабалар салған жолдан іздесек, қателеспейміз.